Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін сіздермен 8-ші сыныптың 3-ші тоқсанда БЖБ тапсырмаларын жасайтын боламыз. Кетті ендеше. Бірінші тапсырма. Бұл жерде мен оқушылардың маған келіп жатқан, жіберіп жатқан БЖБ-ларын алдым. Егер сіздерде келмеген болса, мына жерден қазір таба алмаған болсаңыз, сәйкес келмеген болса, анда осыда комментарийға жазыңыз. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Кеттік оқушылар, бірінші тапсырмамыз не дейді? Периодтық жүйеде период бойынша солдан оңға қарай, топ бойынша жоғарыдан төмен қарай химиялық элементтің электр терістері қалай өзгереді дейді. Электр терістігі период бойынша және топ бойынша. Бұл жерде периодтық кестеге қараймыз. Периодтық кестеде бізде электр терістігі ең жоғары элемент ол фтор. Мына жерге жаза берейін. Фтордың бізде электр терістігі 4-ке тең. Яғни осы фторға қарап біз айта береміз. Период бойынша фтор бізде оң жақта орналасқан. Демек, период бойынша солдан оңға қарай электр терістілік артады. Бірінші сөздің жауабы. Яғни солдан оңға қарай топ бойынша электр терістілік артады. Ал енді топ бойынша қарағанда да біз фторға қараймыз. Өйткені фтор ең күшті. Фтор бізде жоғары жақта орналасқан, периодтық кестеде галогендердің ең бірінші болып тұрған, яғни 7-ші топтағы ең бірінші тұрған элемент. Жоғары жақта демек. Демек біз айтамыз, жоғарыдан төмен қарай кемиді. Ал төменнен жоғары қарай, фторға қарай артады. Енді бізде именно сұрақта бүйтіп сұрапты, жоғарыдан төмен қарай дейді. Жоғарыдан төмен қарай, демек фтордан төмен қарай деп сұрап жатыр. Фтордан кейін хлор, йод, бром сияқты элементтер. Демек фтордан төмен қарай ол кемиді. Ал бізден керісінше мына сөзді топ бойынша төменнен жоғары деп айтса, онда біз артады деп айтатын едік. Өйткені бізде фтор жоғары жақта тұр. Сонда оқушылар, бірінші тапсырманың жауабы периодтық жүйеде период бойынша солдан оңға қарай артады, топ бойынша жоғарыдан төмен қарай кемиді екен. Енді осы бойынша вариант табылай, артады, кемиді, бізде Д варианты болады екен. Келесі екінші тапсырма. Төмендегі қосылыстарды жіктеңдер. Не бойынша? Химиялық байланыс бойынша екен. Бізге 3 түрлі байланыс берген екен. Ковалентті полюссіз және иондық. Ковалентті полюсті деген оқушылар өздерінің ішінде қазір мысалы мына жердегі элементтер сізде жоқ, сіздегі элементтер мына жерде болмауы мүмкін қосылыстар. Сол үшін өзіңіздікін жасай алу үшін мен сізге айтып кетейін. Ковалентті полюсті деген байланыс құрамы 2 түрлі бейметалдан тұрады. Енді қарайықшы, мына жақта 2 түрлі бейметал бізде НО. НО. Демек, мына жаққа НО. Екеуі де бейметал, азот және оттек, бірақ екеуі 2 түрлі. Мынау Н, мынау О деген сияқты. Келесі H фтор. Екеуі де бейметал, бірақ 2 түрлі. О2. Одан кейін СО2. Тек полюстің теріп жазайық. Одан кейін NH4. Келесі бром С6, H6. С6, H6. Бар 5, H3, келесі фтор 2O5, келесі H3PO4, және мінекей осы қосылыстар бізде ковалентті полюске жатады. Теріп жазған қосылыстардың құрамын қарасаңыздар, металл мүлде жоқ, тек бейметалдар. Ол жерде екеуден басады, 2, 3, 4 деген сияқты, бірақ құрамы әртүрлі бейметалдар болу керек. Сонда сіз оны ойланбай ковалентті полюске жаза бересіз. Келесі ковалентті полюссіз. Ковалентті полюссіз дегеніміз оның құрамы тек бірдей бейметалдардан тұрады. Әртүрлі емес. Полюссіз әртүрлі, енді полюссізде бірдей. Мысалы, мына жақта O2 жатады. O2. Міне, бірдей оттек атомдарынан жасалған, O2. Келесі хлор 2. Негізі ең оңай осы. Оқушылар, біз ажыратып алсаңыздар, қиын емес. H2, тақай элемент өзір, неке болды. Осылар бізде ковалентті полюссіз байланыстан шығады. Келесі иондық байланыс. Иондық байланыстың ережесі, оның құрамы металл мен бейметалдардан тұрады. Яғни металл мен бейметалдың арасында жүретін байланыс осы иондық байланыс. Енді сіз ол үшін әрине металл мен бейметалды ажыратуыңыз керек. Темір хлор O3, феррум хлор 3, одан кейін литий хлор, литийіміз металл, хлорымыз бейметалл, калий бром, калий металл, бромыз бейметалл, одан кальций О, кальций металл, оттек бейметалл, мырыш О, алюминий бром,
алюминий бром 3, ана жерде 3 көрінбей қалған, кажется. Келесі NH3 ана жаққа жаздық, ұмытқанбыз. Калий хлор O3, калий хлор O3. Мына жерде шатаспаңыздар, иә. Бұны ковалентті полюске жатқызып, бірақ ұмытпаңыздар, құрамында калий тұр. Одан кейін марганец O2. Марганец O2. Мінекей, осы қосылыстар бізде иондық байланысқа жатады екен. Иондық байланыстың құрамы металл мен бейметалдан тұрады. Иондық байланыс дегеніміз не? Оны айттық. Келесі, төмендегі қосылыстарды шектеңдер. Бұл жерде формуласы химиялық байланыс және кристалдық тор бойынша шектеуіміз керек екен. Формуласы, яқта формуланы жазамыз. Мысалы бізде көміртек бірінші. Көміртек химиялық байланыс түрі қандай? Көміртектің химиялық байланыс түрін анықтаймыз. Одан кейін оның кристалдық торын. Химиялық байланыс көміртек бізде бейметалл, сол үшін ковалентті байланыс. Келесі кристалдық тор. Кристалдық тор көміртек, плестир, графит деген мысалдаманы келеді. Алмаз, солардың барлығы белгіленіп, бізде көміртек синен белгіленеді. Сол үшін бұнікі атомдық кристалл тор болады. Келесі алюминий хлор 3. Алюминий хлор 3 бізде металдан және бейметалдан құралған. Бұл иондық байланыс болады. Иондық байланыс кристалдық торы, иондық кристалдық торы. Келесі NH3. NH3 деген бізде құрамы 2 түрлі бейметалдан тұр. NH3 2 түрлі бейметалл, ковалентті полюсте, 2 түрлі. Атомдық кристалл торы, ковалентті полюсте байланысқан атомдық кристалл, ол бізде молекулалық кристалл торы. Так, молекулалық кристалл торы. Одан кейін O2. O2 бізде бірдей бейметалдан жасалған, демек ковалентті полюссіз байланыс. Кристалдық торы, молекулалық кристалл торы. Молекулалық кристалл торы. Келесі кальций О. Кальций О бізде біреуі металл, біреуі металл, демек бұны біз иондық байланыс дейміз. Иондық байланыс кристалл тор бізде иондық кристалл тор. Келесі калий 2С. Калий 2С деген құрамы металдан және бейметалдан тұр. Бұл да бізде кальций О сияқты иондық байланыс және иондық кристалл тор болады. Неға бірдейлерді қысыммен жазған, мыналардың барлығы бірдей. Металл мен бейметалда қайда бар? Мінеке. Мына қызылмен тұрғандарды оқушылар тура кальций О сияқты иондық байланыс ретінде жазасыздар. Қызылсыздықпен тұрғандарды. Астына симаға соғыстай көрсетейін. Келесі көк түспен белгіленген, жасыл түспен. Келесі бізде қай элемент бар? С, күкірт. Күкірт бізде молекула кристалл тор. Молекула кристалл тор, ковалентті полюсті байланыс. Онымен бірге болатын қай элемент? Осы мына жерден сізге өшірейін. Түсінікті болсын. Бастап жазайын. Формуласы S, ол бізде ковалентті байланыс. Келесі оның торы, кристалл тор, молекула кристалл тор. Молекулалық кристалл тор. Келесі хлор 2. Хлор 2 бізде бірдей байланыс, демек ковалентті полюссіз байланыс. Кристалл торы молекулалық. Молекулалық. Келесі темір. Қараңыздар, темір бізде тек өзі ғана тұр, металдың өзі ғана. Демек бұл металдық байланыс. Металдық байланыс. Кристалл торы, металдық кристалл тор болады. Шатасып кетпеу үшін айтып қойын, білігір нәрсе. Мына иондық байланыстардың кристалл торы, иондық кристалл тор. Сіз оны байланысты таптыңыз ба, онда қорықпай кристалл торын да иондықты жазайыңыз. Дәл сол секілді мына металдықтар да сондай. Байланысы металдық болса, оның кристалл торы да металдық кристалл тор болады. Келесі С6, H6. С6, H6 бізде ковалентті полюсті байланыс. Полюсті байланыс. Ал кристалл торы молекулалық кристалл тор болады. Молекулалық кристалл тор. Одан кейін СО2 тура осы секілді. СО2 де тура осындай. Одан кейін бром 2 бізде. Бром 2. Жоқ, бром 2 емес екен.
Йод 2. Йод 2 тура хлор 2 сияқты жазасыздар. Одан кейін марганец O2 O7-ні бағана кальций O сияқты жазыңыздар. Оның H3 бор O3 яғни бор қышқылын ол ковалентті полюсті, яғни мынау H3 бор O3 яғни бор қышқыл тура C6H6 сияқты ковалентті полюсті байланыс және молекула кристалл туралы жазылады. Мына жаққа сыймаған оқушылар осылай түсіндірдім. Түсініп жатсаңыздар қайтадан қайталап көріп жазып алыңыздар, иә. Келесі сұрағымыз. Литий элементінің атомында орналасқан электрондарды көрсетіңдер деді. Яғни біз литийге периодтық жүйеде орналасу бойынша сипаттама жасайық. Литий элементі. Литийдің бізде орналасуы бірінші топта орналасқан, оның атомдық нөмірі, яғни реттік нөмірі +3, яғни үшінші орналасқан элемент. Сол үшін әдетте +3 деп жазамыз. Енді электрондардың санын білуіміз керек. Ол 2 қабаты бар. Енді осы жерде оқушылар мен сіздерге түсіндіргенде 2 қабаты бар. Екі деңгейі бар деп айтамыз ғой. Соны түсіну үшін ол элементтің қаншасыншы периодта тұрғанын түсініп алыңыз. Сіз сонда деңгей дегенді түсініп аласыз. Яғни элемент екінші периодта тұр ма, демек оның сыртында 2 қабаты бар. Элемент үшінші периодта тұр ма, демек оның сыртында 3 қабат бар. Яғни осылай 3 қабаттап жазасыздар. Мына бірінші қабат, мына екінші қабат. Демек былай мына бірінші период, мына екінші период деген сөз. Мына бірінші период, мына екінші период деген сөз. Енді оларда қанша электрондар барын жазуымыз керек. Екеуін қосқан кезде 3-міз шығу керек. Яғни бірінші қабатта ода 2 электрон бар. Оны қайдан білдіңіз деп айтсаңыздар, оның бірінші қабатында 2 электрон бар. Ол 2 электронды көзбен көріп айту үшін сіздерге периодтық кестені ашып, бірінші периодта қанша элемент тұр, соны қараңыздар, ерінбей қараңыздар, өйткені көздеріңіз жетсін. И қарасаңыздар, сутек пен гелий ғана тұр, 2 элемент тұр. Яғни мына 2 дегеніміз сол 2-мен сәйкестендіріп түсінсеңіздер, ұмытпайтын боласыздар. Одан кейін екінші қабатта литийдің өзі тұр. Яғни өзінен басталып тұр екінші период, екінші период литий, одан кейін бериллий деген сияқты элементтер кетеді. Сол сияқты өзі тұрғаннан өзі бірінші болып тұр. Егер ол бір емес, то есть бериллий жасап жатсақ, онда 2 деген сияқты. Яғни сол элементті жасап жатырмыз, сол элементке дейін санайсыздар. Сол кезде мына жердегі сан шығады. Мына екеуін қосқан кезде оқушыларына +3 шығады. Сонда электрондарды қазір көрсетіп жазамыз. Міне біз жаздық, қай қабатта қанша электрон бар екендігін. Енді оның электронды формуласын жазайық. Бірінші қабатта S-та 2 электрон бар. Яғни бірінші қабаттың S-ында 2 электрон бар. Одан екінші қабаттың, яғни екінші периодтың S-ында 1 электрон бар. Мына екеуін қосқан кезде оқушылар мына 3-міз шығады біздің. Яғни дәрежелері барлығы бір-бірімен байланысты. Яғни мына бастапқы кездегі жазған реттік нөміріміздегі +3 осыларда шығып отыр. Өйткені біздің жазғанымыз дұрыс болмай қалады, егер шықпаған болса. Мінекей сонда біздің литийдің электрондық формасы 1s2 2s1 болады екен. Келесі есеп, формулаларды берілген заттардың құрамындағы әр элементтің тотығу дәрежелерін анықтаңдар дейді. Тотығу дәрежесін анықтауымыз керек екен. Тотығу дәрежесін анықтауымыз керек. Ол үшін темір бізде 2 түрлі валенттілік көрсетеді, +2 және +3. Мына жерде қайсысын көрсетіп тұр, бірақ біз білеміз хлор -1. Жалпы хлор, йод, бром, фтор, бұлар галогендер. Галогендер қосылыстарда -1 көрсетеді. Сол үшін сіз хлор көрдіңіз ба қосылыстан, бром, йод, фтор көрдіңіз ба, үстіне ойламай -1 жазыңыз. Яғни мына екеуін көбейткен кезде оқушылар 2 шығады. Демек, неде темірдің тотығу дәрежесі +2 екен. Келесі кальций хлор 2 дейді. Кальций хлор 2. Енді сіз білдіңіз жаңа хлордың дәрежесі -1 екен. Екеуін көбейтесіз, +2 болады. Бірақ қараңыз, мына жерде кальций бізде екінші топта орналасқан элемент. И бізде екінші топтағы элементтердің барлығы тұрақты түрде +2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Соған да сіз қорықпай, жерде +2 жаза білсеңіз, автомат +2 болып тұрғаны көрінеді. Келесі P2O5 дейді. P2O5 деген біз оттек айтамыз. Оттек қосылыстарда оқушылар -2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Яғни сіз қосылыстардың оттек көрдіңіз ба, үстіне -2 қойыңыз, қателік болмайды. Енді осы екеуін көбейтесіз, 10 болады. 10-ды мына 2-ге бөлген кезде оқушылар 5 болады. Болмаса, бұлай бөлдім, көбейттім деп шатассаңыздар,
Мына екеуі керісінше жүреді, яғни 2 мына жаққа, 5 мына жаққа. Солай апарып дәл туралап алсаңыздар да болады. Осы 2 мен 5-тің ортақ, екеуіне де ортақ бөлінетін сан 10, иә. 10-ды 2-ге бөлес 5, 10-ды 5-ге бөлес 2. Яғни солай да тапсаңыздар болады. Так, анықталды. Келесі натрий 2С дейді. Біз білеміз, натрий бірінші топтың элементі. Сол үшін ол әрқашан +1 көрсетеді оқушылар. Ал S мына 1 болса, демек S-іміз -2 көрсетіп тұр. Келесі магний 10. Біз білеміз, оттекті қазір айттыңыз, қосылсады -2 қорықпай жатыңыз. И магнийді сіз білесіз, екінші топтың элементі, екінші топтағылардың барлық +2 көрсетеді. Сол үшін +2 қойыңыз. 2 мен 2 қысқарып, астына ешқандай индекс қойылмайды. Келесі тапсырма. Келесі сызбанұсқалар бойынша реакция теңдеулерін қарастырыңдар дейді. Реакция теңдеулерін аяқтап теңестіруіміз керек. А қосылған В ғой, яғни калийға хлорды 2-ні қосады, шығады калий хлор 2. Ешқандай реакция теңестіруді қажет жоқ, өздері тең болып тұр. Келесі литий С дейді. Литий 2С болады оқушылар, өйткені литиіміз +1 бізде, С-іміз -2. Сол үшін 2 мына жаққа келеді. Литиіміз 2 болып тұрған үшін мен мына жаққа 2 қоямын. Сол кезде реакция тең болды. Келесі магний қосылған O2 шығады, магний О. Мына оттегіміз 2, мына оттек 1. Осы бір оттек теңестіру үшін магний оның алды 2 қоямын. Сол кезде магнийім 2 болып кеткен үшін мына жаққа 2 қоямын. Енді реакция тең болды. Келесі, берілген сызбанұсқаларға коэффициенттер қойып теңдеулерді қарастырыңдар дейді. Бізде реакцияны аяқтап қойған, біз енді тек реакция теңестіруіміз керек. Так, кеттік. Бізде білесіздер оқушылар, мына стрелка біздің реакцияны бөледі. Яғни сол жағы оның реакцияның басы, яғни реагенттер, ал оң жағы өнімдер, шыққан жаңа заттар. Сол өнімдер мен реакцияны теңестіруде бас ереже оқушылар реагент. Реагент деген реакцияға түсіп жатқан заттар. Реагент пен өнім тең болу керек. Біздің мақсат осы, реагент пен өнімді тең қылып шығаруымыз керек. Енді қараңыздар, тең қылымыз үшін мына 2 мен 5 бар. Яғни 2 мен 5-ті біз тең қылымыз керек. Яғни 2-ні 5-ге бөлсеңіз 10 болады. Яғни демек екеуінде 10 қылып, екі жақты тең қылымыз керек. Ол үшін мына хлорды мен 10 қылым үшін хлордың 2 алдына 5 қойым, сонда 10 болды. Хлор 10 болып кетті, мына хлор 5 болып тұр, мына хлор 5-ті мен 10 қылым үшін мына жаққа 2 қойым. Сонда хлор 10, мына хлор 10 тең болды. Ал фосфор мына 1 оны, мына жақта 2 болып кетті. Сол үшін мен бастапқы фосфордың алдына 2 қойым. Сонда фосфор тең болды. Келесі NH3 дейді. Бұл қараңыздар, N басында 1, соңында да 1. Бірақ сутегіміз 2, бірақ реакциядан кейін 3, яғни 2 мен 3. Енді осы жерде 2 мен 3-ке назар салыңыздар. 2 мен 3-ке ортақ, екеуіне де бөлінетін сан қайсы? Ол әрине 6. Енді 6. Демек екеуі де 6 болса реакция тең болады екен. Мен H2 деп тұрған жерге 2-ге, 6-ны 2-ге бөлгенде 3 деп жазамын. Яғни 2-ге бөлгенде менде 6 шығады. Ал H3 деп тұрған жерде 6 қылым үшін мына жерге 2 қоямын. Сонда менде сутегім 6-да 6 деп тең болды. Енді азотым 2 болып кеткен үшін мен мына жаққа 2 қоямын. Келесі тапсырма H хлорға магнийді қосқан орынбасу реакциясы. Магний хлор 2 және H2. Магнийіміз 1-1 тең. Бірақ хлорымыз мына жақта 2, сутегіміз 2. Демек мен H хлордан да 2 қоясың. Сол кезде сутегім де тең, хлорым да тең болды. Яғни қосылыстың алдына 2 элемент, 3 элементтің алдына, жабысып тұрған 2-3 элементтің алдына бір сан коэффициент қойылса, ол сол ішіндегі элементтердің барлығына тиесілі. Яғни мынау 2, мына сутекке де тиесілі, мына хлорға да тиесілі болады оқушылар. Сонда 2H2 хлор, мына жақта да хлор 2H2. Реакциямыз теңесті. Осылай теңестіріп алыңыздар. Бұл жерде бас нәрсе реагент пен өнім. Соған назар салсаңыздар, теңестіру қиын болмайды. Келесі бізде есеп екен. Есепке назар салыңыздар. Массасы 224 грамм темір артық мөлшердегі хлормен әрекеттескенде түзілген темір хлоридінің массасын табыңыздар дейді. Есеп жазайық. Темір ферме әрекеттеседі хлормен. Хлор 2. Түзілген темір хлоридінің массасы. Қараңыздар, бізге өздері айтып қойған жақшаның ішіне 3 валентті. Темір бізде 2 және 3 валенттілік көрсетеді оқушылар. Оны есепте өздері осылай береді. 2 валенттілігін жазуымыз керек пе, 3 валенттілігін жазуымыз керек пе? Демек бізге 3 валенттілігін жазу керек. Сол үшін темірден кейін осындай жақшаның ішіне римсферамен бір қойса, демек біз темірдің 3 валенттісін жазуымыз керек. Міне темір хлор 3, яғни неде +3-ін жаздық, неде -1. Мына жаққа кетті оқушылар.
Сол үшін темір хлор 3 болып жазылу себебі сол. Өйткені есепте 3 валентісін алыңдар деп жатыр. Енді теңестірейік. Бұл жерде де екі меншікке назар салыңыздар. Екеуіне де ортаға 6, 6-ны 2-ке бөлем 3, 6-ны 3-ке бөлем 2. Демек хлорым 6-6 тең болып, темірінің алдына 2 қойып кеткен жақта темір 2 болды, иә. Болды, оқушылар, реакцияны жаздық, теңестірдік. Енді есепке көшейік. Реакцияны жазбай, реакцияны теңестіріп, есепке сразу көшпеңіздер, өйткені есеп бәрібір дұрыс болмайды. Енді массасы 224 темір дейді. Мынау бізде 224 грамм екен. Әрекеттен темір қоймасы мынаның массасын табуымыз керек. Бұл жерде тек пропорция, оқушылар. Енді олардың астына сол элементтердің молярлы массаларын жазып шығайық. Темір бізде периодтық кестеде білесіздер 56, иә. 56. Темір неқтан есептейік. Темір 56, оған қосамыз хлор 3. Хлор бізде 35-те 5, оны көбейтемін 3-ке өйткені индексте 3-тір, 106-да 5. 106-да 5-ке қосамыз 56-ны, сол кезде шығады 162-де 5. Мінекей. Сонда темір хлор 3-тің моляр массасы 162-де 5 екен. Енді пропорция пайда болды, яғни 224 граммда қанша темір хлорид табу, темір хлориді шықты, соны тап деп жатыр бізге. Демек ол X грамм бізге табылу керек сол нәрсе. Біздің реакциямыз бойынша 56 грамм темірде 162 грамм темір хлориді шықты. Осы жерден X табу үшін 224-ті көбейтеміз. 162-де 5-ке бөлеміз 56-ны. Шығады 650. 650 грамм. Бұл бізде темір хлор 3-тің массасы. Не оқушылар? Осылай есеп шығады екен. Бұл темір хлоридінің массасы. Келесі есептен бұрын мен сіздерге осындай ақпарат қойып қойдым. Неге? Өйткені қазіргі менде шығатын есептер сіздерде кездеспеуі мүмкін, или ұқсамауы мүмкін. Бірақ сіздер басты ережені білсеңіздер, кез келген есепті шығара аласыздар. Мен мына жерге жалпы байланыстар мен кристалдық торларды қойып қойдым. Кристалдық торлар металдық, иондық, атомдық, молекулалық болады, неде? Яғни қай кристалдық торда қандай байланыстар болады? Міне оқушылар, ең қиналатынымыз осы, иә. Қараңыздар, металдықта металдық, иондықта иондық бағана айттым, иә, осыларды. Ал басқаларында сәл шатастырған атомдық, молекулалық, ковалентті полюсті екеуі де кіреді. Бірақ ол жерде қалай ажыратамыз сол мысалдармен, мысалы мына берілген мысалдар міндетті түрде сізде келеді, оқушылар. Өйткені мектеп бағдарламасында осындай ғана элементтер көбінесе қолданылады. Мына периодтық кестеде бүкіл элементті қолданбаймыз, осы сияқты сіздерге маңызды деген элементтер ғана қолданылады. Содан тағы ең басты нәрсе ол кескін, оқушылар. Кескін суретпен табу деп келеді. Маған келген жобаларда ондай келмеді, бірақ ол сіздерде болуы мүмкін. Осындай суретті беріп, бұл қай байланыстың суретіне сәйкес келеді, болмаса қай кристалдық тордың суретіне сәйкес келеді деген сияқты сіздерге сұрақ міндетті түрде келуі мүмкін. Сол үшін осы суреттерді ажыратып алыңыздар. Атомдық басқаша болады, молекулалық басқаша болады. Бізде оқушылар көбісіне молекулалық пен иондық шатастырып жатады. Бірақ біліңіздер, иондықта металл мен биметалдар, яғни қара ақ болып тұр. Қара мысалы металл болса, ақ болып тұрған ол биметалл деген сияқты, екі вектор. Ал мына жақта молекулалықта ұқсас болғанмен, ол жақта екі дөңгелек бет жабысып тұр. Яғни O2 дегендерге хлор 2 деген элементтер, немесе H хлор деген элементтер. Яғни екі түрлі биметалдар. Олар екі домалақ бірімен жабысып тұр. Ал мына жақта ондай емес. Біреу металл, біреу биметалл, екеуінің алшақтары тек ұқсастығы жаңағыдай әр түйінге нүктелер ұқсас болып тұр. Осы нәрседе бізде маңызды суреттерінде ажыратып алу. Сол үшін скрин жасап алыңыздар. Сіздерге де есептерімізде пайдалы болады деп ойлаймын. Келесі бізде ерітіндіге байланысты. Ерітіндіге байланысты есепте тағы бір жылы көп келіп жатыр. Мына бір есепті алдым. Осы жерден өзіміз шығарайық. Массасы 200 грамм 15% ерітінді дайындау үшін қанша тұз және су алу керектігін есептеңіз дейді. Енді қараңыз, бұл жерде массасы 200 грамм 15% ерітінді. 15% деген жазылмай кетіпті. Оқушылар, жалпы біз білеміз, масса ерітінді неге тең еді? Масса ерітінді тең болады. Масса еріген затпен, яғни еріген заттың массасымен еріген зат, ол бір зат ериді, неде? Еріткіште, ерітіндінің ішінде.
масса еріген зат пен масса еріткішінің қосындысына тең. Яғни осындай бір жалпы формула бар, біз білуіміз керек, ерітінді, яғни бүтін бір нәрсе, оның ішінде еріген зат пен еріткіш бар. Мысалы, суды алыңыздар, яқта бір су бар делік, су бар оқушылар. Бұл бізде су ғана тұр, осыған сіз тұз қосасыз. Міне оқушылар, тұз қосасыз. И не пайда болды? Тұз су пайда болды. Мынау бізде пайда болған тұзды су. Яғни таза су емес, тұзды су. Бұл бізде ерітінді. Қараңыздар, сонда ерітінді деген анау стаканның ішінде тұрғанда да және қосылып жатқан заттың да барлығының қосындысы бірде ерітінді болады. Ерітінді. Ал қараңыздар, тұз бізде еріген зат. Ал су бізде еріткіш. Яғни еріген зат. Еріткіш су, суға тұзды салдыңыз, су ол тұзды ерітті. Яғни тұз еріді. Демек, тұз еріген зат. Ал су оны еріткен еріткіш зат. Ажыратып алыңыздар осы нәрсені. Енді кеттік есепке барайық. Бізде 200 грамм 15% дейді. 15%. 200 грамм ол бізде, пайыз емес, 200 грамм ол бізде 100% ерітінді. Яғни 100% нәрсе. Айттым ғой, мысалы, ерітінді деген ол жалпы нәрсе. Демек, 200 грамм деп тұрған нәрсе бұл жерде ерітінді. Оның ішінде бізде тұз бар, су бар деген сияқты. Оның 15% дайындау үшін қанша тұз және су. 15% қаншаға тең. Яғни сол бізде осы ерітіндінің ішіндегі тұз болады. Сонда сіз 215-ке көйтіп 100-ге бөлген кезде 30 грамм, 30 грамм шығады. 30 грамм бізде тұз болады. Демек, анау ерітіндінің ішінде 30 граммы тұз болды. Енді жоғарыда формулаға барамыз. Масса ерітіндіні табу үшін еріген зат пен еріткішті қостық. Бізде еріген затымыз тұз болып тұр. Ал еріткішіміз су. Еріген затты еріткен. Осыны табу үшін, масса еріткішті табуымыз үшін, яғни масса еріткіш ол су, мияқа сразу түсінікті жазайық, екеумізде су табу керек. Су табу үшін масса ерітіндіден алып тастаймын мен масса тұзды оқушылар. Яғни масса еріген затты. Общий бізде ерітіндінің массасы 200-ге тең. 200-ге тең. Одан алып тастаймын тұзды 30-ға. 30-ды, сонда қалған бөлігі 170 грамм. Ол бізде су екен. Демек, 170 грамм бізде су болды оқушылар. 170 грамм су. 170-ге 30 қоссаңыз, жалпы ерітінді шығады. Сонда стаканның ішінде 170 грамм су болған, оған 30 грамм тұзды қосқан. Жалпы екеуін қосқан кезде 200 грамм бізде тұзды су пайда болған екен. Бұл ерітіндіге байланысты, осы сияқты ерітіндіге сіздерге әртүрлі сұрақтар келуі мүмкін. Менде оқушылар осы YouTube каналда ерітінділерге байланысты, жалпы ерітінділер түсіндіргенге байланысты видео сабағым бар. Және сол видео сабақтың соңына қарай әртүрлі ерітінді концентрациясын табуға, жалпы соның құрамындағы еріген заттар табуға арналған есептің түрлері бар. Оның ссылкасын осы видеоның соңына қоямын. Міндетті түрде көріп қарап шығыңыздар. Мүмкін сіздердің есептеріңіз сол жаққа ұқсайды. Одан кейін мен телеграм каналға ерітінділерге байланысты есептер салып, және оны шығару жолымен бөлістім. Ол жақтан да қарап көріңіздер, мүмкін сол жақтан сіздердің есептеріңіз шығып, сол жақтан есептерді түсініп кетесіздер. Бағана жоғарыда айтқан кристалдық тор, химиялық байланыс деген тақырыптарды телеграм каналға салып жатырмын оқушылар, сол жақтан мүмкін сіздер табасыздар. Егер кездеспеген болса, ұқсамаған болса есептеріңіз, осы комментарийға жазып кетіңіз, міндетті түрде сізге жауап беремін. Және осыны басқа да достарыңызға пайдалы болу үшін, олардың да осындай БЖБ-ларын қиналмай түсініп, өздері шығара үшін осы видеоны ерінбей достарыңызбен бөлісіңіздер.